Қазақтың салт дәстүрі мен сөздерінен жиналған кітап жазуды бастаған актриса Жанар Айжанова кейбір нақылдармен мүлде келіспейтінін түнгі студия бағдарламасында ашып айтты. Әнші бәріне әйелді кінәлі етпей, ол баланы нағыз ер азамат етіп тәрбиелеуге тырысу керектігін жеткізген. Актрисаның айтуынша, ер адам әйеліне өмірлік серігі ретінде қарап жауапкершілікті сезіне білу керек. Осы орайда Жанар Айжанова жақсы әйел жаман еркекті адам қылады деген қазақтың мақалына қарсы пікірін білдірді. Қазақтың мақалдары көп қой. Мысалы, жақсы әйел жаман еркекті адам қылады дейді. Мен осыған қарсы дау айтайын. Неге жігіт қызға жаман болып келуі керек? Неге жігіттің әке шешесі оны жақсы қылып тәрбиелеп, дайындап бермейді? Олды да қызды да дайын қылып берсе, ешкімнің мұрнын балта шаппайды ғой. Әйел ол жігітті адам қыламын, жұмысқа тұрғызамын деп жетелеп жүргенде уақыт өтеді, әйел қартаяды. Керек жоқ. Әйел алдым деген сөз ашсам алақанымда, жұмсам жұдырығымда деген емес. Әйел алу осы шаңырақтың асыраушысы менмін, бүкіл мәселені мен шешемін. Соғым керек, ақша керек, осы әйелді күтіп ұстай аламын деген сөз. Әйел кемі бір баланы өмірге келеді. Ер адам әйелге ұрпағымды жалғаушы, өмірлік серігім деп қараса бәрі басқаша болады. Әйелдің артына тығылып заманда әйелді жамандаудың керегі жоқ, жауапкершілікті сезіну керек деді Жанар Айжанова. Егер видео ұнаса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны ұсынған Айс KZ каналы.